Бұқаралық ақпарат құралдарында қаржылық мониторинг агенттігінде болып жатқан қарама-қайшылық туралы мәліметтер таратылуда. Агенттіктің жұмысы штаттық режимде жүргізіліп жатқан және ұжымда мұндай көріністің алғышарты жоқтығын хабарлаймыз. Жалпы, жұмыста көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл саласында агенттіктің барлық басым бағыттары бойынша оң динамика байқалуда. Сотқа дейінгі тергеулердің сапасын жақсарту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар істердің сотқа жолдауының былтырғы 30%-дан биылғы 46%-ға дейін арттыруға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, бизнесті қылмыстық процеске тарту барынша азайтылды. Соңғы 4 жылда тергеулер саны 10 мыңнан 1600-ге дейін қысқарды. Ұйымдастырылған қылмыстық топтарға назарымыз күшейтілді. Салық төлеуден жалтарту, контрабанда, бюджет қаражатын ұрлау және заңсыз ойын бизнес салаларында 40-тан астам қылмыстық топ анықталды. Әлеуметтік салада азаматтардың құқықтарын қорғауға ерекше көңіл бөлінеді. Қазірдің өзінде балалар үйлерінде $500 миллиард теңгеден астам сома ұрлық анықталды. Қарттар үйлерімен, медициналық әлеуметтік мекемелермен жұмыстар жүргізілуде. Жүйелі жұмыс жүргізу мақсатында үкімет көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 3 жылдық жоспарды бекітті. Бюджетке 48 миллиард теңге көлемінде келтірілген шығын өтелді. Үкіметпен бірлесіп, көлеңкелі экономика деңгейін 23%-дан 20%-ға дейін төмендетуге қол жеткіздік. Өзге ақпаратты агенттіктің сайтынан біле аласыз. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін тексерілмеген ақпаратты таратпауға және тек ресми дереккөздерге сенуге шақырамыз.